Теректі петроглифтері Қарағанды облысы, Ұлытау ауданы, Теректі темір жолы бекетінен солтүстік шығысқа қарай 20 шақырым қашықтықта орналасқан. Теректі петроглифтер туралы деректер орта ғасырлық араб зерттеушілердің жазбаларында кездеседі. Зерттеушілер өз еңбектерінде Ұлытау өңірінен табылған адам іздері бар бейнелер туралы тастағы таңбалар жайлы баяндайды. Ескерткіш 1946 жылы орталық Қазақстан археологиялық экспедицияның зерттеу жұмыстары кезінде тізімге алынған. Жартас суреттерінде қола дәуірінен бастап орта ғасырларға дейінгі аралықты қамтитын түрлі жан-жануарлар бейнеленген. Мұндай жерлер ертеректе культтық, тотемдік рәсімдер орындалатын қасиетті орын ретінде саналған.